Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің мұғалімі Жармұхамбетова Жанат Қаратай қызы. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін сабақта қазақ тілі мен әдебиеті 9-шы сыныпта. 1-ші бөлімнің 7-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы қазақ жазба мәдениетінің даму тарихы. Оқу мақсаттары: берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау, эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу. Сабақ мақсаттары: тақырып бойынша жаңа сөздермен танысу, тақырыпқа сай сөздерді қолдана отырып мәтін құрау, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу. Тақырып бойынша берілген жаңа сөздермен таныс болайық. Жаңа сөздер: сәйкестендір, сауат, сия, төл, төте, жазу, емле. Қайталап оқимын, тыңдаймыз. Сәйкестендір, сауат, сия, төл, төте, жазу, емле. Осы жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңе жазып алыңдар. Ары қарай оқылым. 16-шы беттегі 1-ші тапсырма. Мәтінді оқып, сұрақтар арқылы өз пікірлеріңді түйіндеп айтыңдар. Дескриптора: сұрақтарды түсінеді, сұрақтарға жауап бере отырып, сабақтың тақырыбымен байланыстырады. Сұрақтарды тыңдаймыз. Қазақ тілі қай тілдер тобына жатады? Қазақ тарихында түрлі жазуда қандай ескерткіштер сақталған? Қазақ рулары өзінің даму жолында қандай көне жазуларды қолданды? Төл жазудың нұсқасын жасаған кім? Сұрақтарға жауап береміз. Жазылым. 18-ші бетте 3-ші тапсырма. Қазақ жазба мәдениетінің даму тарихы кестесінде берілген ақпаратты мәтінге айналдырып, сөйлем құрап жаз. Дескрипторы: кестеде берілген ақпаратты түсінеді, ақпараттан мәтін құрап жазады, мәтінге оқиға барысын сақтайды. Мысалы, 1-ші сөйлемді қарайық. 3-8-ші ғасырларда жазылған көне түркі жазуының әдеби мұралары Тынықкөк пен Білеге қаған өкілдері мен Орхон Енисей, талас жазба ескерткіштері болып табылады. Осыған сүйене отырып, әрі қарай жалғастырып жазамыз. Мына кестеге көңіл аударайық. Балалар, осы сабағымызды қорыта келе, қазақ жазба мәдениетінің даму тарихы тақырыбы бойынша кластер құрастырайық. Дескрипторы: сабақта алған білімін жинақтап қорытады, негізгі ақпаратты кластерге орналастырады. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сұрақтарға ойлана жауап берейік. Бүгінгі сабақта не үйрендіңдер? Не үйренгілерің келеді? Сұрақтарымен
сабағымды аяқтаймын. Сау болыңыздар.